Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ерекше таңғы ас америкалық панкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екі ыдысқа осылай ажыратамыз. Екеуі бір-біріне араласып кетпеуі өте маңызды. Ингредиенттердің нақты мөлшерін видеоның астында описанияға жазып қойдым. Егер де басқа да сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Жұмыртқаны ажыратып болдық. Енді сары уызымызды алып, осыған бірінші қант қосамыз. Сүтімізді қосамыз. Және сұйық май қосамыз. Содан соң барлығын осылай миксермен жақсылап араластырамыз, бір келкі масса болғанға дейін. Енді ұн қосамыз. Барлығын бірден салып жібермейміз, осылай 2-ге 3-ге бөліп араластырамыз. Және мен ванилин қостым, бұл маңызды емес. Және қопсытқыш қостым, немесе содамен алмастыруға да болады. Бірақ менің кеңесім қопсытқыш қолданыңыздар, сонда дәл меніңкіндей видеодағыдай болып шығады. Мінекей осындай қоюлау қамыр болғанға дейін жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Сары уызды массамыз дайын, енді ақ уызды массамызды миксермен жақсылап араластыру керек. Миксердің таяқшасы таза әрі құрғақ болуы міндетті. Көріп тұрғандарыңыздай біздің ақ уызымыз осылай көпіретін болады, және ыдыстан төңкерген кезде ағып кетпейтіндей болса, онда біздің массамыз дайын деген сөз. Енді екі массамызды қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын, енді табада пісіреміз. Табамыз міндетті түрде таза, әрі қатты қызып тұрған болуы керек. Сосын осылай кішкене мөлшерде құйып, екі жағын бірдей қызартып пісіреміз. Мінекей панкейктер осылай әдемі болып көтеріледі. Панкейктер дайын болды. Егер де бал қосып жейтін болсаңыздар, онда дәмі тіптен керемет болады. Назарларыңызға рахмет. Егер рецепт ұнап жатса, каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлі көптеген рецепттер болады.